Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма подписать етіп, және лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді өтінемін. Ал бүгінгі жасайтын салатымыз жаздық салат. Қияр, помидор және сәбіз, чеснок, пияз және піскен ет қосамыз. Және приправалар. Ал енді бастайық. Ең алдымен піскен етті саламыз. Одан помидорды турап саламыз. Өз еркілеріңіз майдалап, мен өзім майдалап саламын. Ірғып салуға да болады. Және помидорды осылай турап саламыз. Сосын қызыл пиязымызды майдалап, оны да қосамыз. Қиярымызды ұзынша етіп, жіңішкелеп, оны да майдалап саламыз. Қиярды да осылай саламыз. Достар, менің каналыма подписать етіп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және 2 бас чеснокты ашып, оларды да турап салатымызға қосамыз. Достар, менің каналыма подписать етіп, тіркеліп кетіңіздер. Сол кезде менің салған рецепттерім барып тұрады. Сол менің рецепттеріммен салат жасай берулеріңізге болады. Өте дәрумендерге бай салат жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Приправа, кориандр 1 қасықтан қосамыз. Және соя тұздығынан 2 қасық қосамыз. Және перец, қызыл перец. Және тұз қосамыз. Сосын араластырамыз. Және жарты қасық уксус құямыз. Әбден араластырып, тарелкамызға саламыз. Және 1 қасық соя қосып жібереміз. Әбден араластырдық, енді тарелкамызға салып, қонақтарымыздың алдына қоя беруге болады. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Достар, менің каналыма подписать етіп, тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.